Сауран аудандық мәслихатының депутаты Аманат партиясынан сайланған Елеуов Ерсұлтан Рүстемұлы күні кеше кезекті қоғамдық қабылдауын өткізіп, Шаға ауылдық округінің тұрғындарымен кездесті. Қоғамдық қабылдауға келген халықтың қарасы қалың болды. Ел ішінен шыққан депутатты қолдап келгендерде өзекті мәселелерін жеткізу үшін арнайы келген тұрғындар да аз емес. Тұрғындармен еркін форматта өткен кездесуде бірқатар маңызды ұсыныстар айтылды. Атап айтқанда Қазыбек би көшесіне жаяу жүргіншілер жолын салу, Әшірбек Сығай атындағы жалпы орта мектепке акт салының қажеттілігі, сондай-ақ Шаға ауылында спорт кешенін салу мәселесі көтерілді. Әшірбек Сығай деген мектеп 21 жылы қолданысқа берілді. 18 жылдан бастап құрылысы жүрді оның. Осы әлі сапасыз ба, неге 21 деген енді берілді ғой деймін да? 21-де берілді ол. Түркістан уақытымызда 18-де біз облыс бөлінді, оның алдыңғы Түркістан ауданына қарайтын кезімізде несі салынған. Ол қазір алдағы уақытта күрделі жөндеуді қажет етеді ме мектеп? Күрделі жөндеуді қатты қажет етпей, енді шатыры ғана демесек, былайша мектептің құрылысы бәрі дұрыс жалпы. Енді сол кездегі бағдарламалар 300 орындыққа арналған бағдарламаларда өзі... Онда газ жүйесі қосылмаған, е? Газға әлі енген жоқ, бірақ нелерін бәрі сметасы жасалған, нелері алынған. Биылғы жылда Биылғы жылға құда қалса, ол енгізіледі. Оны білім басқармасына осы мәселе бойынша депутаттық сауал жұмсадым, жауабын алдым. Биылғы оқу жылына осыны кіргізіп береміз деген. Жалпы қанша депутаттық сауал жолдаңыз енді өзіңіз? Мен енді бұл жылға 7 ма сол жобада жұмсадым, 7. Халықтың енді жаңа пікірін тыңдап жатырмыз, сізге деген көзқарасы жақсы екен, демеушілік танытып отырады екенсіз. Енді алдағы 9 шақырылымда депутаттық сайлауға түсу жоспарыңызда бар ма қайта, егер сайланып жатсаңыз? Енді халық қалап жатса, оны көреміз. Халықпен ақылдасқан түрде осы халық ұсынған өзімді келіп осындай 8 шақырылымға халық ұсынды. Сен барсаң осындай деп қолынан іс келеді ғой деп сенім артқаннан кейін енді әрекетіміз істеп жатыр. Айта кету керек, Ерсұлтан Рүстемұлы 2025 жылдың басынан бері 5 рет жеке қоғамдық қабылдау өткізіп, облыстық мәслихат депутаттары және аудандық мәслихат төрағасымен бірлесіп 2 рет көшпелі қоғамдық қабылдау ұйымдастырған. Бұл жиын 2026 жылға арналған ресми кездесулердің алғашқысы болғанымен депутат ауылдың жағдайын жақсы білетін, елдің ішінен шыққан азамат екендігін тағы бір мәрте көрсетті. Қабылдау барысында депутаттан демеушілік көмек сұрап, әлеуметтік аз қамтылған отбасылардың балаларына қолдау көрсету туралы өтініш білдірген мектеп мұғалімдері де болды. Мұғалімдер балалардың тізімін ұсынып, депутаттан оң жауап алды. Бұл игі әрі үлгі боларлық іс. Осыған орай қоғамдық қабылдау кезінде Сауран аудандық білім бөлімінің басшысы тарапынан депутатқа арнайы алғыс хат табыс етілді. Арнайы сұхбат барысында Ерсұлтан Рүстемұлы өзі сайланған округте атқарылып жатқан жұмыстар мен алдағы уақытта бюджетке енгізіліп, жүзеге асыруды жоспарлап отырған жобалар туралы кеңінен айтып берді. Шаға ауыл округінде қазіргі таңда 11.287 тұрғын тұрады. Жалпы. Енді елді мекен 3-ке бөлінеді. Осы 30 жылдық елді мекені, сосын кейін Бешін-төбе деген бар, Шаға елді мекені бар. Осы ең көп шоғырланған осы 30 жылдық елді мекенде. 8 мыңнан аса тұрғын тұрады. Қандай мәселелер бар? Инфрақұрылымдық жобалар, жол, жарық, су секілді. Жарық мәселесі қазір кезең-кезеңімен нелеріміз, бағаналарымыз жаңартылып келе жатыр. Біз 5 көшені былтырғы жылы, осы өткен жылы, 25 жылы 5 көшені бағаналарын жаңаландырдық. Бұрынғы енді Союздың кезіндегі бағаналар бар, одан кейінгі ненің жағдайымызға қарай, еліміздің жағдайына қарай кезінде әркім өзі қолдан бөренелерді қойған нелер бар, сол 5 көшені кейінгі новостройка деп айтсақ болады ғой, кейіннен құрылған елді мекендер, көшелерде сондай 5 көшені жаңаландырдық, бетон столбармен, бағаналармен жаңаландырдық. Ендігі әлі де бізде бар. Биылғы жылға
тағы да 5 көшені 100 бағана немізде бар, жоспарымызда. Жол мәселесі қалай болып отыр? Жол мәселесі тап осы 30 жылдықта шағада жолдар ескірген, тесілгені бар. Оны Иә. жаңа өзімізде келген барысында байқадық. Иә, осы мынау қазір автовокзал дейді ғой біздегі, содан мынау жүретін қазір маршрут жүреді, осыда 30-ші маршрут. Бұл жолда да ямышный не дейді ғой, жөндеу жұмыстары талап етіліп келіп тұр. Құдай қаласа біз осы жылға өтпелі кезеңмен 5 жолды неге қойғанбыз. Ерсұлтан Рүстемұлы ұлағатты ұстаз. Ол Сауран ауданындағы Молда Мұса атындағы жалпы орта мектебінің дене шынықтыру пәнінің мұғалімі болып қызмет атқарады. Жалпы депутаттар арасында ұстаздардың саны көп емес. Сол санаулы қатарда іскер, белсенді әрі қарапайым азаматтың бірі Ерсұлтан Рүстемұлы. Депутатқа түсер кезде өзімнің нем деп Сайлау алды бағдарламам деп не алған, мектепті күрделі жөндеуден өткізу. Қай мектепті? Молда Мұса мектебін. Биылғы жылы Осы 25-те өтті. Өтпелі кезеңмен қазіргі таңда 40% істелінді. Ендігі осы жылға 60% 26 жылға жоспарланып отыр. Кездесу соңында халық қалаулысына риза болған тұрғындар, ақсақалдар бата беріп, алғыстарын айтып тарқасты. Халықтың сенімінен шығып, елмен етене жұмыс істеп жүрген депутаттың еңбегі жұртшылық тарапынан жоғары бағалануда. Ұлдархан Уәлиханқызы, Есболат Тұрмаханов, САQ ақпараты.